Сәлем достар, параграф 1 сандық өрнектерді тепе-тең түрлендіру 4-ші топ есептері. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз. Біз бұл жерде қысқаша көбейту формуласындағы формулаларды қолданамыз. А азайтылған Б, А қосылған Б. Бұл бізде А квадрат азайтылған Б квадратты береді. Сол кезде біз квадраттаған кезде мынау түбірден құтыла аламыз. Бізде көбейту керек 3 қосылған түбір асты 3-ке. Сонда бізде 3 азайтылған түбір астында 3, 3 қосылған түбір астында 3, тең 4, 3 қосылған түбір астында 3, бөлімінде 3-ті 3-ке көбейтемін 9, азайтылған түбір астында 3-ті түбір астында 3-ке көбейтем 3. Сонда 4, 3 қосылған түбір астында 3, бөлімінде 6, 4 пен 6-ны қысқартайық, мұнда 3, мұнда 2. 2-ні 3-ке көбейтем 6, қосылған 2 түбір астында 3, бөлімінде 3 шығады екен. Екіншісі 6, мына жерде бізде қосумен берілген, біз азайтуға көбейтеміз. 3 түбір астында 2, азайтылған 4. 3 түбір астында 2, қосылған 4. 3 түбір астында 2, азайтылған 4. 6, 3 түбір астында 2, азайтылған 4. Мына жерде 3 түбір астында 2-нің квадраты, азайтылған 4-дің квадраты. 6, 3 түбір астында 2, азайтылған 4. 3-дің квадраты 9, көбейтеміз. Түбір астында 2-нің квадраты 2. Азайтылған 16. Сонда 6, 3 түбір астында 2, азайтылған 4. Бөлімінде 9, 2, 18, 18-ден 16-ны азайтамыз 2. 6 мен 2 қысқарады 3. Шақшаны ашып жазсақ, 9 түбір астында 2, азайтылған 12 шығады. Үшіншісі, түбір астында 7, азайтылған түбір астында 3. Біз қосуына көбейтеміз. Түбір астында 7, қосылған түбір астында 3. 4, түбір астында 7, қосылған түбір астында 3. 4, түбір астында 7, қосылған түбір астында 3. Ал бөлімінде түбір астында 7-нің квадраты 7, азайтылған түбір астында 3-дің квадраты 3. 4, түбір астында 7, қосылған түбір астында 3, бөлінген 4. 4 пен 4 қысқарады. Сонда жауабы түбір астындағы 7, қосылған түбір астындағы 3 екен. Төртіншісі, 3 түбір астындағы 5, азайтылған 2 түбір астындағы 7. Мына жерде азайту, біз қосуға көбейтеміз. 3 түбір астындағы 5, қосылған 2 түбір астындағы 7. 17, 3 түбір астындағы 5, қосылған 2 түбір астындағы 7. Бөлімінде 3 түбір астындағы 5-дің квадраты болады, азайтылған 2 түбір астындағы 7-нің квадраты болады. Алымын солай қалдырамыз. Бөлімінде 3-дің квадраты 9, түбір астындағы 5-дің квадраты 5, азайтылған 2-нің квадраты 4, көбейтілген 7 болады. 17, 3 түбір астындағы 5, қосылған 2 түбір астындағы 7, ал бөлімінде 45, азайтылған 28. 45-тен 28-ді азайтсақ, 17 болады. 17 мен 17 қысқарып кетеді. 3 түбір астындағы 5, қосылған 2 түбір астындағы 7 екен жауабы. Бесіншісі, түбір астындағы 5, азайтылған түбір астындағы 11. Біз оны көбейтеміз. Түбір астындағы 5, қосылған түбір астындағы 11-ге.
7 көбейтілген түбір астындағы 5 қосылған түбір астындағы 11. Сонда бізде мына екеусін бір түбірдің астына жазсақ болады, иә? 5 азайтылған түбір астындағы 11, 5 қосылған түбір астындағы 11 деп. Сонда бізде шығады 5-тің квадраты 25, азайтылған 11. Алымында 7 түбір астында 5, қосылған түбір астында 11. 25-тен 11-ді азайтамыз. Түбір астында 14. 7, түбір астындағы 5, қосылған түбір астындағы 11. Бізде бөлімінде түбір болмау керек, сол себептен түбір асты 14-ке көбейтеміз. 7 көбейтілген түбір астындағы 5, қосылған түбір астындағы 11. Түбір астындағы 14-тің көбейтеміз түбір астындағы 14-ке. Алымыны да жазамыз түбір астындағы 14. Сонда 7 көбейтілген түбір астындағы 14, көбейтілген түбір астындағы 5, қосылған түбір астындағы 11. Бөлімінде 14. 7 мен 14 қысқартамыз, мұнда 2. Сонда жауабы, бізде мына екі түбірді бір түбір қылып жазсақ болады, ем? Сонда 14, шақшаның ішінде 5, қосылған түбір астында 11, бөлінген 2 болады.